Аурухананың ақ қабырғалары тым суық еді. Терезеден түскен бозғылт жарық бөлмені одан сайын тыныш әрі бос қылып көрсететін. Сол тыныштықтың ішінде тек аппараттардың баяу дыбысы ғана естіліп тұрды. Қыз көзін баяу ашты. Алғашында бәрі тұман сияқты еді. Төбеге қарады, бейтаныс. Жан-жағына қарады. Ішінде бір түсініксіз қорқыныш пайда болды. Мен қайдамын? Даусы әлсіз шықты. Жанында отырған әйел бірден еңкейіп қолынан ұстады. Қызым, сен ояндың. Қыз әйелге ұзақ қарады. Оның көзінде жас, жүзінде үміт пен қорқыныш аралас еді. Бірақ ешқандай таныстық сезімі болмады. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Бұл сөздер бөлмедегі ауаны қатырып жібергендей болды. Әйелдің жүзі сол сәтте өзгеріп кетті. Ерні дірілдеп көзіне жас толды. Мен анамын ғой. Қыздың жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бірақ ештеңе, ешбір естелік, ешбір сезім оянбады. Сол сәтте есік ашылды. Ішке бір жігіт кірді. Оның көзі қызға түсе сала тоқтап қалды. Демі ішіне тығылып қалғандай орнында қатып қалды. Көзінде үміт, қорқыныш және шексіз сағыныш бар еді. Сен ояндың ба? Қыз оған қарады. Тағы да сол бос сезім. Тағы да бейтаныс адам. Кешіріңіз, сізді танымаймын. Жігіттің жүзіндегі үміт сол сәтте біртіндеп сөне бастады. Бірақ ол өз-өзін ұстап қалуға тырысты. Ештеңе емес, бәрі жақсы болады. Ол баяу жақындады. Мен сенің. Бірақ сөзін аяқтай алмады. Өйткені қыздың көзі оған мүлде бөтен адамға қарағандай еді. Сол сәтте дәрігер кіріп жағдайды түсіндірді. Жол апатынан кейін ол уақытша жадысынан айырылған. Өткен өмірін мүлде есіне түсіре алмауы мүмкін, немесе уақыт өте келе қайта оралуы мүмкін. Қанша уақыт керек? Деді жігіт сыбырлап. Белгісіз. Белгісіз. Бұл сөз жігіттің ішінде жаңғырып қала берді. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Қыз үшін өмір жаңа басталғандай болды. Ал жігіт үшін бәрі қайтадан жоғалғандай еді. Сол күні кешке қарай қыз терезеге қарап отырды. Күн батып бара жатқан. Аспан қызыл түске боялған. Ішінде бір бос кеңістік бар еді. Өмірі бар сияқты, бірақ жоқ сияқты. Сол кезде есік тағы ашылды. Бұл жолы басқа бір жігіт кірді. Ол өзіне сенімді, сабырлы көрінді. Қызға жылы жымиып қарады. Сәлем, өзіңді қалай сезініп жатырсың? Қыз оған қарағанда жүрегінде әлсіз бір жылулық пайда болды. Жақсырақ сияқты. Мен сені көргеніме қуаныштымын. Сіз мені танисыз ба? Иә, деді ол жай ғана. Қыз оның қасына келгенін сезді. Оның жанында өзін бір түрлі тыныш сезінді. Ал есік сыртында тұрған бірінші жігіт бәрін көріп тұрды. Ол ештеңе айтпады. Тек үнсіз қарап тұрды. Себебі ол бір нәрсені түсіне бастаған еді. Қыз оның естелігін ұмытқан. Бірақ жүрегі басқа біреуді таңдап жатқан сияқты еді. Келесі күннен бастап ол жігіт күн сайын келетін болды. Әр келген сайын қолында бір нәрсе болады. Кейде ескі суреттер, кейде кішкентай сыйлықтар, кейде жай ғана олардың бірге болған жерлерінің видеолары. Ол бәрін мұқият сақтап келген еді, енді соның бәрі жалғыз үмітіне айналды. Қарашы, деді ол бір күні телефондағы суретті көрсетіп. Бұл біз алғаш рет кездескен күніміз. Суретте күліп тұрған қыз бен жігіт. Жаңбыр астында. Екеуі де бақытты. Қыз ұзақ қарады. Бірақ ештеңе сезбеді. Әдемі екен, деді жай ғана. Жігіт жымиғандай болды, бірақ көзіндегі мұңды жасыра алмады. Сен сол күні жаңбырды жек көретініңді айтқансың, бірақ мен үшін қалып қойдың. Қыз басын изеді. Қызық екен. Тек қызық. Оның жүрегінде болған ең үлкен естеліктер енді жай ғана біреудің әңгімесі сияқты естілетін. Бір күні ол қызды аурухананың бақшасына алып шықты. Біз мұнда жиі келетінбіз, деді ол баяу. Сен гүлдерді жақсы көретінсің. Қыз гүлдерге қарады. Иә, олар әдемі еді. Бірақ бұл жер ештеңе білдірмеді. Мүмкін есіме түсетін шығар, деді ол сенімсіз. Жігіт сол сөзге жармасқандай болды. Әрине, міндетті түрде түседі. Бірақ күндер өтті. Ештеңе өзгермеді.
Ал сол аралықта басқа жігіт жиі келе бастады. Ол ешқашан өткенді айтпайтын, ешқандай сурет көрсетпейтін, тек қасында отырып жай сөйлесетін, күлдіретін, жай ғана қазір өмір сүретін. Сен көп ойланасың, деді ол бір күні. Өйткені мен ештеңе білмеймін. Онда жаңа естеліктер жаса. Қыз оған қарап қалды. Бұл сөздер бір түрлі жеңіл естілді. Жаңа естеліктер. Иә, өткенді таба алмасаң жаңасын құр. Сол сәтте қыз алғаш рет еркін күліп жіберді. Ал бұрышта тұрған бірінші жігіт сол күлкіні естіді. Бұл бұрын тек өзіне ғана тиесілі күлкі еді. Ол жақындап келді. Бүгін өзіңді қалай сезініп жатырсың? Қыз оған қарап сыпайы жымиды. Жақсы, рахмет. Тағы да алшақтық. Тағы да бөтендік. Мен саған тағы бір нәрсе әкелдім, деді ол сөмкесінен кішкентай қорапты шығарып. Қыз ашты. Ішінде нәзік сақина тұрды. Бұл сенің туған күніңде берген едім, деді ол даусы дірілдеп. Сен оны ешқашан шешпеймін дегенсің. Қыз сақинаға қарады. Сосын баяу үстелге қойды. Кешіріңіз, мен оны сезе алмай тұрмын. Бұл сөздер жігіттің жүрегін тыныш қана сындырып жіберді. Айқай да жоқ, көз жасы да жоқ, тек ішкі үнсіз күйреу. Ал екінші жігіт қызға қарады. Оның көзінде жеңіс емес, бірақ бір шындық бар еді. Қыз өткенді жоғалтқан, ал жүрек бос орынды толтыру үшін жаңаны қабылдай бастады. Сол кеште бірінші жігіт жалғыз отырды. Қолында сол сақина. Ол күліп тұрғандай болды. Сен шынымен ұмытып кеттің бе? Сыртта жаңбыр жауа бастады. Дәл сол күндегідей. Бірақ бұл жолы ешкім күтпеді. Уақыт өтіп жатты. Ауруханадағы күндер бір-біріне ұқсас болса да, қыздың ішкі әлемі біртіндеп өзгеріп бара жатты. Бұрын бәрі бос, суық, түсініксіз болса, енді сол бос кеңістікті біреу толтырып жатқандай еді. Ол екінші жігіт. Оның жанында қыз өзін еркін сезінетін. Ол ешқашан есіңе түсір деп қинамайтын. Тек бірге отырып қарапайым нәрселер туралы сөйлесетін. Сен бұрын қандай болғанымды білгің келмей ме? Деп сұрады қыз бір күні. Жігіт иығын көтерді. Қазір қандай екенің маған жетеді. Қыз жымиды. Бұл жауап оның жүрегіне бір түрлі тыныштық сыйлады. Ал бірінші жігіт. Ол әлі де күресіп жүрді. Соңғы үмітін жоғалтқысы келмеді. Бір күні ол батыл шешім қабылдады. Мен сені бір жерге апарғым келеді, деді ол қызға. Қыз аздап ойланып тұрды да басын изеді. Олар қала сыртындағы көлге барды. Күн батып бара жатқан. Аспан баяу қызғылт түске боялып, су беті айнадай жарқырап тұрды. Біз осында жиі келетінбіз, деді жігіт сыбырлап. Бұл сенің ең сүйікті жерің еді. Қыз айналасына қарады. Желдің дыбысы, судың сыбдыры, күннің жылы сәулесі. Бір сәтке жүрегі шым ете қалды. Көз алдында бір елес шылт етті. Күлкі. Екеуінің бірге отырған сәті. Мен? Қыз басын ұстап қалды. Маған бірдеңе таныс сияқты. Жігіттің көзі жанып кетті. Иә, дәл солай. Сен есіңе түсіріп жатырсың. Жоқ, деді қыз баяу. Бұл тек сезім сияқты нақты емес. Үміт тағы да жарты жолда үзілді. Олар үнсіз отырды. Біраздан кейін қыз сөйледі. Сен мені қатты жақсы көргенсің, иә. Жігіт жымиды. Бірақ бұл жолы сол жымиыс ауыр еді. Әлі де жақсы көремін. Қыз көзін төмен түсірді. Бірақ мен... Ол сөзін аяқтай алмады. Жігіт бәрін түсінді. Сен оны ұнатып жүрсің бе? Ұзақ үнсіздік. Сосын өте баяу. Иә. Бұл иә жай жауап емес еді. Бұл нүкте еді. Жігіт басын изеді. Ішінде бәрі сынып жатса да сыртынан сабырлы көрінді. Ол жақсы адам. Иә. Ол сені күлдіреді ме? Қыз жымиды. Иә. Онда жігіт терең дем алды. Бәлкім сол дұрыс шығар. Қыз оған қарады. Алғаш рет оның көзіндегі ауырлықты анық көрді. Ал сен ше? Жігіт сәл күліп жіберді. Мен бе?
Менде сенің естеліктерің бар. Қыздың жүрегі тағы да біртүрлі ауырып кетті. Бірақ бұл махаббат емес еді. Бұл аяушылыққа ұқсас бір сезім еді. Сол сәтте қыз бәрін түсінді. Жүрек ешқашан мәжбүрлеп сүймейді. Сол кештен кейін бәрі анық болды. Қыз ауруханадан шықты. Жаңа өмір басталды. Және сол өмірде бірінші жігітке орын қалмады. Ол сол көлге қайта оралды. Жалғыз. Қолында баяғы Сақина. Ол суға қарады. Суда күннің соңғы сәулесі көрініп тұр. Мүмкін бір күні сен бәрін есіңе түсірерсің. Ол Сақинаны алақанына қысып тұрып қалды. Бірақ ол күнге дейін мен күте алмаймын. Ол Сақинаны суға лақтырды. Толқындар оны бірден жұтып қойды. Дәл сол сияқты олардың махаббатында айлар өтті. Қала бұрынғыдай өмір сүріп жатты. Көшелердегі адамдар асығыс, әркім өз тағдырымен әлек. Ал сол көпшіліктің ішінде бір кезде бір-біріне бүкіл әлем болған екі адам енді мүлде бөтен жандарға айналған. Қыздың өмірі өзгерді. Ол жаңа жұмысқа тұрды. Жаңа орта, жаңа адамдар, жаңа әдеттер. Оның жанында әрдайым сол екінші жігіт болды. Олар бірге күліп, бірге жоспар құрып, бірге болашақ жайлы сөйлесетін. Бір күні кешкісін олар қала көшесінде келе жатты. Сен қазір бақыттысың ба? Деп сұрады жігіт. Қыз сәл ойланып жымиды. Иә, бақыттымын сияқты. Сияқты. Бұл сөз өзі байқамай айтылды. Жігіт мән бермегендей болды, бірақ қыздың ішінде бір кішкентай бос орын әлі де бар еді. Ол оны түсіндіре алмайтын. Ал басқа жерде бірінші жігіт өмірін қайта жинап жатқан. Ол бұрынғыдай емес еді. Аз сөйлейтін, көп ойланатын. Бірақ бір нәрсе өзгермеген, ол ешқашан оларды ұмытпады. Бір күні ол ескі қорапты ашты. Ішінде суреттер, хаттар, кішкентай естеліктер. Әр зат бір сәт. Әр сәт бір өмір. Ол бір суретті қолына алды. Суретте қыз күліп тұр. Жаңбыр астында. Сол баяғы күн. Жігіт терең дем алды. Сен үшін бұл енді ештеңе емес. Ол суретті ақырын қорапқа қайта салды. Бірақ мен үшін бұл бүкіл әлем. Сол күні ол бір шешімге келді. Естеліктерді сақтап қою, кейде өзіңді ұстап қалу деген сөз. Ал алға жүру үшін кейде жіберу керек. Ол барлық заттарды жинап, қорапты жапты. Бірақ тастамады. Өйткені кейбір нәрселер ұмытылмауы керек. Олар адамның бір бөлігі. Ал қыз сол күні бір ерекше нәрсе сезінді. Ол жалғыз өзі саябақта отырды. Күзгі жапырақтар баяу жерге түсіп жатты. Кенеттен жаңбыр тамшылай бастады. Адамдар жан-жаққа тарай бастады. Ал қыз орнынан тұрмай аспанға қарады. Жаңбыр тамшылары бетіне тиді. Және дәл сол сәтте жүрегі шым ете қалды. Көз алдында бір көрініс жылт етті. Жаңбыр, күлкі. Біреу оның қолынан ұстап тұр. Кеттік, ауырып қаласың. Қыз көзін жұмып қалды. Бұл не? Жүрегі қатты соға бастады. Бірақ келесі сәтте бәрі жоғалып кетті. Тек бос сезім қалды. Ол баяу күліп жіберді. Қызық, ол ештеңені толық есіне түсіре алмады. Бірақ бір нәрсені түсінді. Кейбір естеліктер жоғалса да, олардың ізі жүректе қалады. Анық емес, бірақ өшпейді. Сол сәтте біреу оның жанына келді. Сен мұнда екенсің ғой. Бұл екінші жігіт. Қыз оған қарап жымиды. Иә. Олар бірге кетіп бара жатты. Ал алыста сол бірінші жігіт сол саябақтан өтіп бара жатты. Ол оларды көрмеді. Қыз да оны байқамады. Екі тағдыр бір сәтке өте жақын болды. Бірақ ешқашан қайта қиылыспады. Себебі кейбір махаббаттар қайта оралу үшін емес, естелік болып қалу үшін беріледі.